Сау организм каналына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрма жайлы өте керемет ақпараттармен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, сол кезде жаңа видеолардың барлығы сізге бірінші болып көрінетін болады. Көптеген халықтарда құрма қасиетті тағам болып саналады. Бұл жемістің 2-3 данасының өзі ағзаға өте пайдалы болып келеді. Күніне 3 құрма жеп қана сіз ағзаңыздың қажетті микроэлементтермен қамтамасыз етуіне себепші боласыз. Ең алдымен сіздерге құрманың пайдасы туралы айта кетейін, сосын соңына қарай зиянын, яғни кері әсерлеріне тоқталатын боламын. Құрма бұл адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Екіншіден, фруктоза мен глюкозаға бай бұл жеміс жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалыпқа түсіреді екен. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, құрманы көп жейтін адамдарда өкпедегі қатерлі дертпен ауыру кемде-кем кездеседі екен. Құрма құрамындағы магний бүйрекке тас жиналмаудың алдын алады екен. Сондай-ақ ағзадағы тұзды шығаруға көмектеседі. Мәйегін жарақат алғанда немесе күйген жерге жақса тез жазылады. Дәрігерлер құрма жемісін тіс жиегі жиі қанайтын жандар мен туберкулез дертіне шалдыққанда көбірек жеуге кеңес береді. Құрма иодқа өте бай болып келеді. Қалқанша безінің қабынуымен ауырғанда бұл жемісті жеуге дертке дауа болады. Қаныңыз аз болса, бұл жемістің өзінен немесе жапырағынан шай жасап ішуіңізге болады. Келесі, құрманың кері әсерлерімен таныстыра өтейін. Құрмада қызғылт сары пигмент бета-каротин көп кездеседі. Ол аллергияның қозуына әкеледі. 3 жастан асқан балаларға құрма жеуге болады. Дегенмен оны көп тұтынбау қажет. Өйткені шамадан тыс жеу терінің сары түске боялып, каротинді сары ауруға себеп болады. Дәмі ауыз қуыратын құрманың құрамында танин көп кездеседі. Танин дегеніміз медицинада дәрі үшін тұрмыста қырғыш ретінде қолданылатын емен және басқа ағаштың қабығына жасалған ұнтақ. Оның асқазанға әсері қатты. Оның әсерінен ересектердің іші қатса, әлі асқазаны әлсіз балалардың ас қорытуы бәсеңдейді. Сондай-ақ құрманың құрамында қанттың көп болатынын да ескеруіміз қажет. Құрмада 100 калория бар. Және толық піспеген құрма асқазанда бездердің не қатты тастардың жиналуына әсер етеді. Шамадан тыс тұтынбай, белгілі бір мөлшерде жесеңіз ғана құрманың пайдасын сезінесіз.